Бірінші күннен бастап өздеріңіз білесіздер. Полиция, КНБ, прокуратура бәрі осында жүр. Бәрі жұмыс істеп жатыр. Өздеріңізбен тікелей қарым-қатынаста елдің ақсақалдарына, ағаларына үлкен рахметімді айтқым келеді. Мұндайда Шорнақ елді мекен азаматтары қалай қимылдау керек екенін соның үлгісін көрсетті деп ойлаймын. Тынышталған нәрсе еді кеше таңертең. Әбден тынышталып, бір-бірімен қол алысып, табысып, әр жерде кейде жастар бір иығын сол төбелеске беріп жүретін адамдар көп біздің арамызда. Солар келіп, не дары осылай болады? Давай тұрыңдар, түргеліңдер, жүгіріңдер, анау мынау деп кеше түнмен жүріп осы жерде 80-дей адамды біз басқа жақтан келген азаматтар, жастарды соларды тіркедік, жауап алдық олардан. Сол әшейін келіп жаңа төбелеске қатыспақ, оларға қызық төбелес жасау кезінде. Біздің мемлекет күшті, өздеріңіз білесіздер, жаңа президент айтты, осыған байланысты тергеу жұмыстарының амалдарын жасау керек. Кім кінәлі болса, қатаң жазалаймын деп маған тапсырма берді. Әсіресе басқа елден, басқа жерден келіп, осы жерде сол жаңағы шоқ тастап жүрген азаматтарға қазір технологияның заманы бәрі белгілі. Ұлтаралық деген мәселе жоқ бұл жерде. Бұл қатардағы күнделік жасап жатқан бұзақылық шығар. Шорнақ енді елдің бәрі біледі ғой. Тарихы тереңге кеткен, бірінші ғасырдан бері жатқан елді мекен бұл жерде. Өзбектерді, қазақтарды бұрынғы заманнан бірге келе жатқан азаматтар. Қанымыз бір, тіліміз бір, дініміз бір, малы қоралас, елі аралас болып жатқан. Талайдан бірге ынтымақпен келе жатқан адамдар. Біз енді соған бір кішкентай жастар бірімен төбелесіп қалды деп сондай үлкен шаруаға жол береміз бе? Еш жоқты бермейміз. Мемлекет те оған көмектеседі. Ондай жаңа арандатуға жол берілмейді. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы тікелей бақылауында ұстап отыр. Жаңа ғана сөйлесіп келдім.